Жоба тақырыбы бастауыш мектепте күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін ойын технологияларын қолдану. Әзірлеушілер Дүйсенбиева, Ахаева, Шегебаева, Хушкелдиева, Арғынбаева. Жобамыздың жоспары: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды. Кіріспе туралы мағлұмат осы жерде толық берілген. Ойын технологиясы деген не деген тақырыпта толық мағлұматтар берілген. Математика сабағында ойын технологиясын қолданудың тиімділігіне аңшы мен үйрек, күн шуағы, хоккей ойындары пайдаланылса болады. Және де ойынға қойылатын әдістемелік талаптар жөнінде бұл жерде жазылған. Ойын арқылы күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін 4 сурет, 1 жауап, ғажайып алаң, математикалық фото. Математикалық баскетбол дегеніміз, мысал үшін, балдардың ойынға деген зейінін ашады. Өз дәрежесіне қарай сұрақ бересіз да, дұрыс жауап берсе, осы тобымыз голға түсе береді. Балалардың қызығушылығы бұл ойынға өте керемет ашылады. Ғажайып жетілік деген болады. Бұл 7 ұяшық беріледі. Бала кез келгенін таңдайды да, сұрақ беріледі. Егер дұрыс болса, осылай жауабы шығады. Математика лото ойынының міне толық шарттары осы жерде берілген. Біз қорыта келгенде жобамызды ғұлама, ғалым, ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай, һәм күшті болуымыз керек. Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеуіміз керек деген сөзбен аяқтадық. Қорыта келсек, ойын арқылы оқыту балалардың жүйкесіне салмақ салмай, қызықтыра, ұғындыра оқытып үйретуді ұйымдастыру тиімді деп шешті. Рахмет. Егерде біліктіліктеріңізді арттыратын курсқа барған кездеріңізде ұстаздар осындай жоба қорғатады. Міне жобамызды біз осылай қорғадық. Сіздер де осыдан үлгі алып қорғасаңыздар болады.